Қазақ шоу-бизнесінің жарқын жұлдызы, актриса әрі әнші Айгүл Иманбаева елді тағы да қуантты. Бұл жолы өнермен емес, жеке өміріндегі тосын сыймен. Ол жолдасынан жаңа көлік сыйлыққа алғанын бөлісіп, жанкүйерлерін сүйсіндірді. Бұл тек көлік емес, нағыз махаббаттың символы сияқты. Айгүл Иманбаева Instagram парақшасында өзінің жаңа ақ түсті Toyota Land Cruiser көлігін паш етті. Постында ол: "Бұл жай ғана көлік емес. Бұл менің бағамды білетін, мені түсінетін жанның сыйы", деп жазды. Көлік салонның ішінде түсірілген видеода Айгүлдің қуаныш пен толқынысқа толы эмоциясы көрерменнің көңілін толқытты. Желі қолданушылары "нағыз бақыт, осындай күйеу әр қызға бұйырсын" деп жарыса пікір қалдырды. Көпшілік үшін Айгүлдің жолдасы кім деген сұрақ туындады. Бірақ Иманбаева ол туралы ашық мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ кейбір инсайдерлік ақпараттарға сүйенсек, ол шоу-бизнеске қатысы жоқ, бірақ іскерлік ортада танымал азамат. Айгүлдің айтуынша, "Ол мені өнер адамы ретінде емес, ең алдымен адам ретінде бағалайды" деген еді бұрынғы сұхбаттарында. Бұл махаббаттың көрінісі ғана емес, нағыз құрметтің белгісі. TikTok пен Instagramда бұл оқиға нағыз вирусқа айналды. Видеоны бірнеше парақша бөлісіп, жүздеген мың қаралым жинады. Бірі жазды: "Айгүлдің бақыты біздің арманы". Екіншісі: "Осы сәт әйелдің еңбегі мен төзімінің нәтижесі". Әрине, сын айтқандар да табылды. Бұл да пиар болуы мүмкін деп жазғандар да болды. Бірақ көпшілік шын жүректен құттықтады. Айгүл Иманбаева қазақ сахнасының мықты аруы. Ол бір емес, бірнеше жыл бойы жалғыз басты ана ретінде өнер мен отбасын қатар алып жүрді. Ұлы аңсар, бүгінде ержетіп өзі де өнер жолын таңдаған азамат. Айгүлдің өмірінде көп сынақ болды. Бірақ соған қарамастан ол үнемі шындық пен адалдықты алға қойып келді. Міне өмір оған енді сүйіспеншілік пен сыйластықпен жауап беріп жатқандай. Жолдасының бұл сыйы жай ғана материалдық дүние емес. Бұл Айгүлге деген құрметтің, қамқорлықтың, ризашылықтың көрінісі. Көліктің кілтін алған сәтінде Айгүл көз жасын әрең ұстап тұрып: "Бұл менің жанымды түсінетін, менің кім екенімді білетін адамның ісі" деген. Айгүл Иманбаеваның өмір жолы қиындық пен жеңістің, көз жасы мен қуаныштың хикаясы. Бүгінгі сыйлық соның бір шынайы жалғасы. Осы сәт тек Айгүл үшін емес, бүкіл әйелдерге үлгі. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ер адам сүйгеніне көлік сыйлауы керемет пе, әлде артық па? Пікіріңізді қалдырыңыз. Видеоны лайктап жазылып қойыңыз. Айгүлге қуаныш, ал сізге махаббат тілейміз.